саусағына ине тығып алды. Ашулы құсып, буырқанып, лап етіп, шекесін қысты. Шалдың ары бұрылып, кетіп бара жатқандағы қалпы көз алдына келді бірден. Қушиған жауырыны, еңкіш тұрпаты, қарсы беттен мол құйылған жарық оның басын орап жұтып, мұның көзін қарықтырған. Қабырғасы ыржаңдап, тозып, ағылпа қабыршықтар түгелетін арқа терісі босай түскен болар деп ойлаған бұл. Әлгінде ғой, бұған жейдесін әкеліп берген. Жапсырма қалтасында саусақ сиятындай тесік пайда болған екен, соны текпекші болған. Көзілдірігін таба алмай бұған сүйреп келген екен. Бұл қайбір тігінші. Сұқ саусағына ине пісіп алып, соны сығымдай ұстап сазарып отыр енді. Инені көзі отырған төсегіне тастай салған. Қара жібінің құйрығы иретіліп жатыр жалтырап. Күтіп, инемен адам өлтіруге бола мекен деп ойлады бұл. Лап етіп көтерілген ұшпа ашумен қабаттаса келген ой. Келіншек қара құйрығы иретіліп жылтырап жатқан инені шындап алды да сол қолының сұқ саусағына ілді. Сөйтті де саусағын айналдыра қысып инені орап тастады. Бас бармағымен жіптің ұшын буындырып, буылықтырана тырсылдаған саусағының бауырына жапсырып қыса қойды. Ақырын орнынан тұрды. Жан жағына қарап, сипақтап ас тұрды да аузы бөлмеге беттеді. Сұқ саусағы жансызданып, суып бара жатқандай. Шал алаңсыз ас үйдің кранының алдында теріс қарап тұр екен. Қол жуып жатыр екен бипаздап. Келіншек оның қолын қол жуғышқа емес, ас үйдің кранының астына жуатынын бұрыннан жақтырмайтын. Тіпті зығырданы қайнаушы еді. Бірақ тіс жарып, ол қылығы жөнінде ләм демеген. Келіншек шалды ту сыртынан құшақтады. Шал қос шынтағын керіп, қорбия қалды. Не болды? Кергуін. Келіншек кідірген жоқ. Қапелінде оң қолының шынашағымен жүрек түсін бағамдап үлгеріп, қолындағы инесін шалдың қабырғасының арасына енгізіп жіберіп те, қолын тез тартып ала қойды. Жіп саусағын сыға тарқатылды. Шал шошып кетті де бүлкілдете құлады. Азы аз, сұйық ұзын шашы желп етіп, шүйдесімен жалтарып үлгермеген мұның маңдайын жанап өтті. Келіншек арықша еді. Қуыршақтай қанатын, толып кетуден қатты қорқатын келіншек. Шал жатын бөлмесіне кішкене тараз алдырған. Бұл күнде бір-екі рет соның үстіне шығып түсіп келеді. Сол заматта салмақ жинап алғанына сенбесе де сөйтеді. Әдет, шал қалыптастырған ғадет. Ол қорқынышты емес, қорқыныштысы шал таразыны бұзылып қалды деп бір күні күресінге шығарып тастайды ма деген ой. Келіншек және түннен қорқады. Шал жатын бөлмеде шалқасынан түсіп, телефонын қарап жатқан. Шал және газет оқиды. Жұмасына бір рет көлденең көшеге шығып, сондағы газет киоскісінен қобыратып бір құшақ газет сатып алып келеді. Сосын оқиды. Шай ішіп отырып та оқиды. Балконның жақтауына сүйеніп тұрып та оқиды. Жатып та оқиды. Кейде шай үстінде шал оқып жатып, газетін төмен түсіріп бұған бажырая қарайтын. Келіншек қорқақтай, қинала күлімсірейтін сонда. Не болды? Шал кірпік қақпай бұған қадалады. Қаз қарметті жекеге алу әкең. Ол не? Ол атаңның басы. Жынды. Шал газетін қайыра қолына алады. Келіншектің ашуы лықсып кеп шекесіне тебеді. Бірдеңе дегісі келеді ақ, бірақ шал бетін алабажақ газетімен бүркеп алады. Онадайда өзін әзер тежейді бұл. Тежемегенде не істей алады? Осы шал жынды. Түсінбеген соң сұрайды да енді. Сұрап білмей ме, қас қармет деген бәленің не екенін? Шал жатын бөлмеде шалқасынан түсіп телефонын қарап жатқан, айқайлап мұны шақырады. Қуыршақ, еркелеткен түрі, жақсы көрген түрі. Ау, бері кел. Бұл ұшып жетеді. Ау,
мысығыңды сау, кел мұнда. Жынды шал. Сөзіне қара, аяқ астынан бұзылады осындай. Шал аяғын қос төсектен салбыратып отыр екен. Аяқ ұшында 4 бұрышты кішкене таразын тақап қойыпты. Семірдің ау? Кім? Мен бе? Енді мен емес шығармын. Шал осы сөз айтқанда даусында ерекше мақтаныш тұрады. Оны бұл сан қайталаған. Я, шал арық болатын, денесінде қырым арық артық еті жоқ еді. Иығы қушиып, кеудесі ішіне еніп тұрады. Мойны қатпарланып, тарамыстанып, сыртқа теуіп, терісі қызылшаққа бір реңде жүреді. Кейде жүн жылған тауықтай болып елестейді оның мойны. Шалдың бойын тіреп тұратын артық еттің жоқтығынан ба деп ойлайды бұл, сәл еңкіштін. Шал сәнді киінгенді жақсы көреді. Базарға жалғыз барып қызылды, жасылды түрлі киімдер алып келетін. Сосын үйдегі кісі бойы айнаның алдында әлгі киімдерін кезек киіп, ұзақ ойқастап жүретін. Сирек шашын ары-бері сілкілдетіп, мазасы кететін. Сол кезде келіншек сырттай бақылап отырады. Ауық-ауық мақтау сөздерінде айтып отырады. Шал еңкіш бойын жазып, жаңа киіммен әрі-бері жүреді. Қыш табан жаңа топылыйы үйдің паркет еденін сыра соққылайды. Келіншек мақтайды. Шал келесі киімін кию үшін үстіндегі алқызыл кеудешесін шешкенде, келіншек оның олақтың сылағанындай салбыраған кеудесін, шалбарланған кәрі терлі қарнын көріп қалады. Шал аяқ ұшына 4 бұрышты кішкене таразын тақап қойыпты. Тұрмында. Келіншек басқа сөзге келместен аяғындағы жеңіл тәбішкесін шешіп, таразының үстіне шықты. Шал теріс қарап тұрған келіншектің бөксесінің тасатынан мойнын созып, таразының жылтылдай ауысып жатқан сандарына қарады. Семіріп кетіпсің. Қалай? Солай. 55 деп тұр ғой. Шал шарт кетеді. Айтпадым ба, таразы бұзылған деп. Семіргенсің. Семірмедім. Міне, мына қара. Шал айдында таразының үстінде теріс қарап тұрған келіншектің етегін сәл көтеріп, қылтасынан уыстай шымшиды. Міне, мынау 2 жарылып тұрмау керек. Келіншектің дауысы жыламсырай шығады.